Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін үй жағдайында үйдегі бар затпен кекс көрсетейін деп тұрмын, яғни көкөніс ұнынан. Сіздер оған дейін лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп кетіңіздер. Үйдегі бар затпен, қарапайым үйдегі бар затпен, яғни пісте майы, подсолнечное масло, одан кейін қант, сода, 3 жұмыртқа. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыз бірнеше есе көбейгенше. Болды, қою. Жұмыртқа бірнеше есе көбейді, міне көпіршіді, ақ болды. Енді осыған пісте майын және шай қасықпен разрыхитель безглютеновый қоссаңыздар болады, сода қоссаңыздар болады. Шай қасық пен жарты қасық сода. Мен бір қасықтай алып қойыппын. Жарты қасық пісте майын қосып, бір араластырып жіберіп, ұнымызды қоса береміз. Ұнды ақырындап 4 ас қасық ұн қоссаңыздар, үйдегі домашний айран сияқты болады. Және де мен қосқан ұнымның көлемдерін описанияда қалдырамын. Құрамындағы заттар. Ұнды араластырып болдық. Қоюлығы міне үйдегі айран сияқты. Өздеріңізге ұнаған қоюлықты қоссаңыздар болады. Маған осылай ұнайды. Енді әрқайсысын мұны 170 градуста 20 минут 15 минуттай ғана піседі. Бетіне мен күнжіт себем. Күнжітті кальций өте көп, пайдалы. Қиып шығасыздар. Қиып алдық. Енді осыны 170 градуста пісіріп аламыз. Бұл кексті гихи майын, кокосовый майларын жей алмайтын балаларға болады. Газға пісіреміз 170 градуста. Алып жатырмыз. Кексіміз дайын. Ас болсын, міне мамалар, суылғаннан кейін алып балаларыңызға берсеңіздер болады.